Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен спициямен осындай снуд тоқып үйренеміз. Қараңыздар, өте әдемі болып шығады. Екі бетінің де узоры бірдей. Қараңыздар, мына бетінің де узоры бірдей. Өте оңай, тез тоқылады. Міне осылай екі қайтарып қойсаңыздар да болады осылай. Мен бұны 10 жастағы қызыма тоқыдым. Қараңыздар, балдарға, кішкентай балдарға өте ыңғайлы. Шарфты орамай, осылай мойнына снудты кие салады. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бұл мен үшін өте маңызды. Біздің жұмысымызға осындай жіп қажет. Кез келген жіппен тоқсаңыздар болады. Мен осындай Alize Midi деген жіпті таңдадым. Енді бұл жіпті осындай 6 мм спициямен тоқимыз. Және бізге қайшы қажет. Қыздар жіпті таңдаған кезде осындай этикеткасының арқасында қараңыздар, міне мына жерінде спициямен крючоктың өлшемдері жазылып тұрады. Қандай спициямен және қандай крючокпен тоқу керек екенін. Мына жерде 5 және 7 мм спициямен тоқылу керек мына жіп. Және крючок номер 3 және 4 мм крючокпен тоқу керек екен. Осыған қарап спиция немесе крючок таңдайсыздар. Мендегі спиция міне 6 мм спиция. Және де мынандай егер ілмек санын көп алатын болсаңыздар, спицияның мына жерінде сымы болғаны дұрыс. Қараңыздар, мінекей. Ал егер ілмектер санын аз алатын болсаңыздар, онда мына сыммен алудың қажеті жоқ. Бөлек спициялар болады, солармен тоқсаңыздар өте ыңғайлы. Менде қазір мына жерде мен 50 ілмек алдым, сол үшін осындай спициямен тоқимын. Олай болса, жұмысымызға кірісейік. Қыздар, қараңыздар, мына снудты тоқуға маған осындай жіптің бір орамы кетті. Егер мойынға 2 оралатын қылып тоқитын болсаңыздар, мына жіптен 2 орамы кетеді. Ең алдымен өзімізге қажетті мөлшерде ілмек тоқимыз. Мен 50 ілмек тоқимын. Қараңыздар, жібімізді осылай қойып, осылай қоямыз да, саусағымызға осылай ілдіреміз. Мына 2 жіпті 3 саусағымызбен қатты ұстап тұрамыз. Міне қараңыздар, жіпті осылай ұстаймыз. Енді спицияды мына жіптің үстінен алып, осылай орап аламыз бірінші. Кейін мына жіптен алып, бірінші алған жібіміздің ортасынан осылай шығарамыз. Міне бізде ілмектер пайда болды. Тура осылай өздеріңізге қажетті мөлшерде ілмектер санап тоқисыздар. Міне 3, 4, 5. Алты. Осылай жалғастырып тоқисыздар. Еш қиындығы жоқ. Мұқият қарап тоқсаңыздар, қолдарыңыздан келеді. Өте оңай тоқылатын снуд. Осылай мен 50 ілмек тоқимын. Сіздер өздеріңізге қажетті ілмектер тоқыңыздар. Міне қыздар, қараңыздар, 50 ілмекті тоқыдым. Мынандай артық жіп қалды. Егер сіздерде осылай көп болып қалатын болса, тиіспеңіздер. Ең соңында мына тоқылған тоқымамызды осылай бір-біріне біріктіріп, тігіп шығамыз. Мен мынандай жерді біріктіргенмін. Осы жерін тігуге осы жіп қала берсін. Ал егер қысқа болып қалатын болса, онда бөлек инемен тігесіздер кейін. Қараңыздар. Енді мына тоқымамызды осылай айналдырамыз. Мына жерде бізде теріс беті болады. Мынау оң беті жаңағы тоқығанымыз. Енді бірінші ілмекті тоқымаймыз. Мұқият қараңыздар. Мына қысқа жібін алып қоямыз. Бізде мына ұзыны жұмыс жібі. Осы жұмыс жібімен тоқимыз. Міне қараңыздар, мына бірінші тұрған ілмекті тоқымаймыз. Мына ілмегімізге ілдіріп, осылай аламыз жай. Енді екінші ілмектен бастап тоқимыз. Оң ілмекпен тоқимыз.
осылай аламыз. Мына ілмектің артынан аламыз жіпті. Осылай шығарамыз. Міне, бірінші ілмек тоқылды. Екінші ілмекті де тура солай. Міне, мына спицаның арқасынан аламыз. Сонда бізде оң ілмек болып шығады. Ал егер жібімізді мына спицаның алдына түсіріп, осылай алдынан алып, міне спицамыз, мынау жұмыс спицамыз, мына спицаның алдынан алынатын болса, онда бұл бізде міне былай алынатын болса, бұл бізде теріс ілмек болады. Біз тек оң ілмекпен тоқимыз. Сол үшін жіпті мына спицаның арқасына жіберіп, міне осылай арқасынан аламыз. Қараңыздар. Осылай қатардың соңына дейін барлығын осындай оң ілмекпен тоқып шығамыз. Жіптеріңізді қатты тартып жібермеңіздер, сәл бостау болып тұрсын. Міне қараңыздар. Сонда тоқуға оңай болады. Міне қыздар, қараңыздар, ең соңғы ілмекке келдік. Ең соңғы ілмекті мыналар сияқты оң ілмек қылып тоқымаймыз. Енді соңғы ілмекті міндетті түрде теріс ілмекпен тоқимыз. Қараңыздар, мына жібіміз бізде спицаның арқасында тұрса, енді алдына шығарып, мына ең соңғы ілмекті осылай мына спицаның астынан алып тоқимыз. Міне бізде қатар аяқталды. Енді келесі қатарды да оң ілмекпен тоқимыз. Осылай спицамызды аударамыз. Екінші қатарды да тура осылай барлығын оң ілмекпен тоқимыз. Міне әрқашан мына бірінші тұрған ілмекті тоқымаймыз, осылай тек шешіп аламыз. Енді келесі қатардың барлығын оң ілмекпен тоқимыз. Өте оңай тоқылады, қыздар, еш қиындығы жоқ. Бір қарап, мұқият қарап үйреніп алсаңыздар, өте оңай тоқылады. Міне қыздар, қараңыздар, екінші қатардың және соңына келдік. Екінші қатарды да тура осылай, мінекей, мына жібімізді алдынан шығарып, теріс ілмек тоқимыз. Міне, мына ілмектің алдынан аламыз спицамызбен, мына жіпті астынан өткізіп, тартып шығарамыз. Міне, осылай бізде теріс ілмек тоқылады. Енді келесі бетіне аударып, тура осылай барлығын оң ілмекпен тоқып шығамыз. Міне қыздар, қараңыздар, барлығын оң ілмекпен тоқығаннан кейін, барлығы міне осылай екі беті де бірдей болып шығады, узорлары теріс ілмек болып шығады барлығы. Енді осылай барлығын оң ілмекпен өздеріңізге қажетті ұзындықта тоқыңыздар. Кейін қалай жауып, қалай тігу керек екенін көрсетемін. Қыздар, қараңыздар, ұмытпаңыздар, мына бірінші ілмекті тоқымаймыз, тек шешіп аламыз. Ал мынау ең соңғы ілмекті теріс ілмекпен тоқимыз. Ұмытпаңыздар, егер теріс ілмекпен тоқсаңыздар, барлығы біркелкі шеттері әдемі болып шығады. Міне осылай. Міне қараңыздар, мынаның барлығы теріс ілмекпен тоқылған. Міне осылай болып әдемі болып шығады. Егер оң ілмекпен тоқитын болсаңыздар, онда әдемі болмайды. Міндетті түрде осылай теріс ілмекпен тоқыңыздар. Қыздар, егер осы тоқыманы түсінбей жатсаңыздар, менің алдыңғы сабағымда спицамен нөлден бастап тоқу сабағы бар. Сол сабақты мұқият қарап, жақсылап қолдарыңызды жаттықтырып, кейін осыны тоқсаңыздар болады. Өте оңай тоқылады негізі. Ол сабақта барлығын анық, нақтылап және жай тоқып көрсеткенмін, түсінікті етіп. Сол сабаққа міндетті түрде қараңыздар. Кейін осы сабаққа көшесіздер. Міне қараңыздар, екі бетінің де узоры бірдей болып шығады. Тек қана оң ілмекпен тоқсаңыздар, осылай болып шығады. Енді тоқымамызды жабамыз. Мен өзіме керекті ұзындықта тоқыдым. Егер сіздер ұзын шарф қылатын болсаңыздар, осыны жалғастырып тоқисыздар. Мен 10 жастағы қызыма ыңғайлы болсын деп, осылай тек мойнына кие салатын қылып тоқып жатырмын. Енді тоқымамызды аяқтаймыз. Ең алдымен осы екі ілмекті бірге қосып, осылай тоқимыз. Міне, бір ілмек қалады осылай. Осы ілмекті екінші ілмекке ілдіріп,
қатардың соңына дейін тура осылай 2 ілмектен алып тоқып қысқартамыз. Міне қараңыздар, тоқымамыз жайлап жабылып жатыр. Осылай болып шығу керек. Енді мына қиылған жіпті шығып кетпес үшін байлаймыз. Міне қараңыздар, осылай жабылады тоқымамыз. Енді тоқымамызды бір-біріне қосып, бағана басында алып қалған мына жіппен тігіп шығамыз бір-біріне. Мен крючоктен қосамын. Егер крючоктарыңыз болмаса, кәдімгі үлкен иненің көмегімен тігіп шықсаңыздар болады. Міне осылай бірдей етіп, барлық ілмектерді бір ілмегін қалдырмай қосып шығамыз. Мына бізде бірінші ілмек. Мына жерде бірінші ілмекке салып, осылай крючогымызды шыбымызды тартып шығарамыз. Енді екінші ілмектен өткіземіз крючогымызды. Мына жерден де екінші ілмектен өткізіп, шыбымызды осылай тартып шығарып, мына ілмектің ортасынан шығарамыз. Келесі тура осылай қатардың соңына дейін осылай тоқып шығасыздар. Крючоктарыңыз жоқ болса, инемен тігіп шығыңыздар. Жіпті ішке қарай жасырамыз. Кейін Міне қараңыздар, қыздар, біздің снуд дайын болды. Міне қыздар, қараңыздар, тоқыманы аяқтап болдым. Осылай болып шығады. Қазір осылай енді келесі бетіне аударамыз. Міне қараңыздар, тігісі білінбейді осылай. Өте оңай, әрі тез тоқылады, қараңыздар. Әрі жып-жылы болып тұрады. Міндетті түрде тоқып көріңіздер. Өте оңай тоқыма. Видеом ұнаса лайк басып, каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Келесі видеоларымда осындай әдемі тоқымалармен бөлісетін боламын.